Саламатсыңдар ма балалар? Қош келдіңіздер әдебиеттік оқу сабағына. Жалпы мақсаттар оқушылардың табиғат туралы түсініктерін кеңейту, өлеңдегі негізгі ойды түсіну. Қош келдіңіз бүгін бізге бәріңіз. Қош келдіңіз көңіл күйге сеніңіз. Қош келдіңіз шыққан күндей жарқырап, бақытты сәтті бізбен бірге бөлісіңіз. Жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин, өзен. Өзендердің көбісі басын биіктен, тау шыңдарынан алады. Тау шыңдары мұздықтар қоймасы. Сонымен қоса, ақыры шыңдарға соғылып, жауын-шашынға айналатын бұлтты басына үйіріп отырады. Мұздықтардан еріген су мен жаңбыр қосылып, кішігірім жыраларға жиналады. Соңында салалар пайда болып, олар өзі сияқты көптеген салалармен қосылып, өзеннің негізгі арнасына немесе үлкенірек салаға құяды. Ағынды су қатты немесе жұмсақ жыныстар арқылы өткенде, жұмсақ жыныстардың тезірек бұзылатыны белгілі. Жол бойы қосылған тау жыныстары мен шөгінділер төменде жатқан жыныстарды көп, соның әсерінен сарқырама пайда болады. Миллиондаған жылдар ішінде төмен құлау биіктігі экстремалды болып келуі мүмкін. Тау етегіндегі көп салалар бір-бірімен қосылады. Және жазыққа шыққан сайын малта тастар мен тұмбаларды арна түбіне тастап, ағысы баяулайды. Болып шыға келеді. Ыбырай Алтынсарин, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог. Өзі әрі ақын, әрі жазушы, әрі этнограф, фольклоршы, әрі аудармашы және публицист. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, әрі қоғам қайраткері. Бар саналы ғұмырын қалған жаңа заманның өркениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында туған. Ыбырай білім ордасын өте жақсы аяқтап, тілмаштық, хатшылық қызмет атқарды. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша, ынтасы ағартушылыққа ауды. Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба, балаларға сабақты қызықты, әрі түсінікті етіп берді. Діни мектепте молдадан сабақ алған балалар бір жылда әзер хаттанса, Ыбырайдың оқушылары небәрі 3 айда хат танитын. Оқу тәрбие жұмысын мүлдем тың бақытта. Ыбырай Алтынсарин, өзен. Өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуре беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілің суын ішің ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларда шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айда өтсең де лай қалмайды, тасса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен дәптерімізді ашып, сөздікпен жұмыс жасаймыз. Өксіген, шөлдеген деген мағынаны білдіреді. Қыранда, жағасында, маңында, жай, орын, қоныс. Жанабында, жанында, маңдайында дегенді білдіреді екен. Сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Өзен дегеніміз не? Өзеннің пайдасы не? Өзеннің адам өміріндегі маңызы қандай?
Адамдар неліктен суды құрметтейді? Ыбырай Алтынсарин атамыз несімен танымал? Яғни осы сұрақтарға жауап іздеп, менің WhatsApp желіме хабарласып айтамыз балалар. Кітабымыздың 85-ші бетінде осы карта тұр балалар. Осы картаны дәптерімізге толтырып, яғни қай жерде дұрыс, сол жерге қосу не болмаса жаңағы белгі қоямыз. Яғни балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болса, сендер нені түсінбей қалдыңдар, яғни сендерге не қиын болды, сол жөнінде маған WhatsApp желіме хабарлама жіберіңдер. Егер бірінші орын, яғни маған сабақта бәрі түсінікті болды деп жазып жібересіңдер. Екінші орын, кейбір кезде менің қолымнан келмеді, яғни сонда сенің қолыңнан не жасау келмеді, қайсы саған қиындық тудырды. Үшінші орын, яғни маған бәрі қиын болды, сен еш нәрсені түсінбедің бе, сол жөнінде маған айтамыз балалар. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасы осы жаңағы өзен өлеңін түсініп оқып, сұрақтарға жауап беріп келеміз. Сау болыңдар балалар.